Ассалаумағалейкум, бәріңізге қалайсыңдар? Бүгін сендерге Sony PlayStation 4 системді айтып кеткім келеді. Мына жерде ойнауға арналған үлгісі тұр. Мына жерде құлаққа тағатын наушниктер. Мына жерде ойнайтын пульттері, бағалары көріп тұрғандай 46 доллардан. Бәрі Түркияге арналған пульттер. Жаңа айтып кеткендей, PS4-тің бағасы 1 терабайт 299 доллар тұрады, плюс 6,5% қосылады, олай осыған. Мынау PS4-ке арналған ойындар деп ойлаймын. Мына жерде көріп тұрғандай Mortal Kombat 50 доллардай тұрады. Қалған ойындарды дұрыс білмеймін. Мына жерде FIFA 19 39 доллар тұрады. Мына көріп тұрғандар ойынның бағалары. Міне PS4 систем 269 доллар тұрады, 500 гигабайтымен. Соған арналған ойындар. Hitman 29,83 доллар. Мынаның бәрі дискі ойындары. Мына PS-ті түсінбедім, мынау қандай PS? Білсеңдер комментарияға жазып жіберсеңдер, жақсы болар еді. 59 доллар тұрады екен. Мына ойындары Mario 50 доллар тұрады. Mortal Kombat. Pokemon не көріп тұрғандай. Не мына жерде ойындар. Ары қарай Xbox-тың пульттері 49 доллар тұрады, почти 50 доллар. Мынау Xbox-қа арналған ойындар. FIFA, Batman. Мына Xbox-тың бағасы Xbox One S деген 1 терабайт 279 доллар тұрады екен, бір пультімен и бір ойынымен. Соған арналған дисклар Xbox-қа. Бәрі де 49-33 доллардан тұрады. Жалпы осы, ұнап жатса лайк басыңдар, каналыма қосылып, комментарий қалдырсаңдар болады. Рахмет, сендермен болған Асқат. Сау болыңыздар.